Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 114-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға подписация етуді ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарында оқи аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бірден бастайық, иә? Бірінші бізде 47-ші жаттығу өлеңді тыңда дейді. Жаңбыр. Жауа берші жау жаңбыр, дала көркін жандандыр. Жауа берші жау жаңбыр, қаулап өссін алуан гүл. Жауа берші жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр. Әрбір тамшың тамған дән асып жатсын қамбамнан. Бейсебай кірісбайұлы дейді. Енді балалар, астында бізде тапсырмалар берілген екен, сол тапсырмаларды орындау керекпіз, иә? Яғни өлеңде не туралы айтылған дейді. Жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады дейді. Өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып жаз дейді, иә? Енді бірінші өлеңде не туралы айтылған дейді. Бізде өлеңде жаңбыр туралы айтылған, иә? Келесі, жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады. Жаңбыр жауғаннан кейін аспанда кемпір қосақ пайда болады, иә? Табиғат жайнай түседі екен. Өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып жаз дейді. Мысалға балалар, яғни кәдімгідей әңгіме қылып жазуымыз керек бізде. Мысалға, алуан гүлдер қаулап өсіп, дала көркін жандандырып жауа берші жаңбыр. Сенің әрбір тамшың тамған нұр мен дән. Сондықтан жауа берші жаңбыр. Осылай балалар әңгімеге айналдырып жазсаңдар болады. Келесі 48-ші жаттығу сандарды сөзбен жаз дейді. Яғни 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67 деген сандар бізде санмен жазылып тұр, оларды әріппен жазуымыз керекпіз, яғни сөзбен жазуымыз керекпіз. Бұлар қандай сан есімдер дейді. Яғни балалар, біз осылайнан сандарды сөзбен жазып дәптерімізге жазып қоямыз. Яғни 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67 болады екен. Енді бұлар балалар бізде есептік сан есімдерге жатады екен. Келесі 49-ші жаттығу нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра дейді. Мысалға балалар, біріншісі, менің інім кеше мәнерлеп оқудан бірінші орынға ие болды. Бірінші, нешінші деген сұраққа жауап береді. Екіншісі, біздің сыныптың оқушылары 4-ші қатарға барып отырды. 4-ші, нешінші деген сұраққа жауап береді. Үшінші, Қазақстан жер аумағы бойынша 9-шы орын алады. 9-шы, нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни осы сөйлемдерді дәптерімізге жазып қоямыз. Келесі 50-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Бос тор көзге тиісті әріптерді қойып, жасырынған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айт дейді. Балалар, егер барлық әріптерді фигуралары бойынша қоятын болсақ, бізде кемпір қосақ деген сөз шығады екен. Кемпір қосақ сөзі бізде балалар 11 әріптен тұрады екен балалар. Келесі 51-ші жаттығу ойлан тап дейді. Балықшылар қатар отыр, қармақтарын салып отыр. Балықшы Әшімхан ұстады 3 сазан. Балықшы Сақтаған ұстады 4 табан. Балықшы Құсайын ұстады қос жайын. Өзеннен қанша балықты ағалар аулап алыпты дейді. Ақ желкен журналынан. Енді бұл жерде есептесек балалар, Әшімхан 3 сазан ұстаған, Сақтаған 4 табан ұстаған, яғни 3 қосу 4 болады, 7 балық болды. Ал Құсайын бізде қос жай ұстады дейді. Яғни қос дегеніміз ол бізде екеу, яғни 7-ге 2-ні қосамыз. Сонда бізде балалар барлығы ағалар өзеннен 9 балық аулап алыпты, балалар. Осылай дәптерімізге жазып аламыз. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға міндетті түрде подписация етуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.